Сәлеметсіздер ме ұстаздар, сіздермен бірге Дара KZ каналға жазылып алыңыздар. Қазір сіздерге өте бір қызықты программаны көрсетемін. Бұл платформаны барлығы біледі деп ойлаймын. Бұл біз білетін әдеттегідей Canva программасы. Canva программасынан сіздер қазір жасанды интеллектпен кез келген суретті сала аласыздар. Ол үшін ең алдымен сіздер өз телефондарыңызда App Store'дан немесе Android'дан Canva программасын жүктеп аласыздар. Немесе осылай Google'дан, Яндекстен поискке Canva деп жазсаңыздар, сіздерге шығады. Одан кейін міндетті түрде тіркеліп аласыздар. Мен өзімнің Dara KZ деген аккаунтыммен тіркелдім. Мұнда менің жасаған жұмыстарым. Сіз бұл жерде кез келген пәнге жұмыс дәптерін, жұмыс парақшасын, сынып бұрышын, презентация, немесе шақырту қағазы, барлығын, көрнекілік барлығын осы жерден жасай аласыздар. Оның барлығын сіздер біледі деп ойлаймын. Алдыңғы сабақтарда мен сіздерге осы Canva арқылы кәдімгі үлкен 130 беттік кітапшаны жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Сонымен қатар мен осы Canva'да 2-3 видео жасап қойдым, яғни мультфильм дайындағанмын, YouTube'ға түсіріп, жаңадан канал ашып, кішкентай балаларға осындай мультфильм дайындадым Canva арқылы. Енді қараңыздар, сіздерге осы жасанды интеллектті айтып өтейін. Сіздер мынау создать деген батырманы басасыздар, создать изображение, яғни бұл жасанды интеллект. Сіздерде мұнда 20 тариф беріледі, қазір менде 17 тариф тұр. Яғни мен 3 тарифті уже қолдандым. Бұл бір күнде берілетін тариф түрі. Ең алдымен мен осылай поискқа жаздым. Орыс тілінде жазасыздар, өздеріңізге керектің бәрін. Мен учитель в классическом одежде в очках деп жаздым. Одан кейін маған осындай суреттер шығарып берді. Маған мультяжный сурет керек болғандықтан учитель мультяжный в классическом одежде деп жаздым. Одан кейін осылай шықты. Бұл екінші түрін таңдағаным. Тағы да өзгерттім да, жаңағы жас мұғалім деп іздедім. Және осы жерден маған осы үшінші сурет ұнады. Осы суретті мен өзіме копировать етіп алып, Wordқа немесе презентацияға копировать етіп қоя аламын. Немесе жай ғана осы Canva'ның ішінде сақтап алып, кәдімгі жаңағы портретке салып, полный өзіме сақтап алуыма болады. Кәдімгі JPEG форматында сурет қылып, изображение қылып сақтап алуыма болады. Міне осы суретті сақтап алдым. Бұл суретті, міне қарап тұрсаңыздар, өзіме ноутбукқа да жүктеуіме болады. Бұл суретті мен жаңағы ашық сабаққа қош келдіңіз деген QR кодпен қымыжы қоятын жаңағы шақыру қағазына мұғалімдерге осылай жасаймын деп осы учительді таңдап алдым, мұғалім қызды таңдап алдым. Міне осы жерге сіздер жазасыздар, о чем вы мечтаете сегодня дейді, яғни кез келген суретті жазасыздар. Мысалы, сіздерге қандай сурет керек? Бала, оқушы бала тақия киген, үстінде киімі қазақи нақышта, барлығын орыс тілде жазасыздар. Содан кейін сіздерге создать деген төмендегі батырманы басасыздар. Содан кейін сізге дәл сондай суретті шығарып беретін болады. 4-5 нұсқада өзіңізге керегін таңдап аласыз. 20 тарифке дейін осы жерден қолдана аласыздар. Міне, яғни біз Canva арқылы жасанды интеллект қолдануға болатындығын біліп отырмыз. Одан бөлек сіздерге болашақта өте бір пайдалы осы Canvaға байланысты өте керемет бір жаңағы тағы да жасанды интеллектті бөлісетін боламын. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жаңағы Canvaдағы бір өте ерекше маған ұнады ол. Соны сіздерге міндетті түрде түсіндіріп, айтып, қалай жасалу керектігін барлығын түсіндіріп беретін боламын. Енді егер сіздер Canva'ны қолданбай жүрсеңіздер, міндетті түрде қолдануға кеңес беремін. Бұл жерде сіздер барлығын жасай аласыздар, уақыт құртпайсыздар, көрнекілікті, комиксті барлығын осы жерден жасап аласыздар. Міне мен жасаған жұмыстарын жаңа сіздерге көрсетіп өттім. Одан бөлек көп деген дүние осы Canva'ның ішінде бар. Сіздерге берер жаңағы ақыл кеңесім, программаны жүктеп алып, қолданып, ашып көріңіздер. Қандай нұсқалар бар, не жасауға болады, барлығын көрсеңіздер, сіздерге өте пайдалы болады. Міне көрнекілік жасау үшін сабақ деп тұр. Осын фонын осы жерден алдым. QR код сағатқа қоятын. Бұны да осы Canva'мен жұмыс жасап алдым. Dara KZ резюме жасап бердім міне. Мынау бізде көрнекілік жасаған жұмыстарым, мультфильм жасаған алпамыс деген жеміс-жидектерге байланысты міне. Алма видеосымен банан деп осылай мультфильм жасап қойдым.
соны шығару керек жарыққа. Одан бөлек жаңағы логотип жасауға болады. Жануарлар, карточкалар барлығын осы жерден жасай аласыздар. Мысалы, мына жұмыс парақшасында тапсырысқа берген жұмыс парақшасын жасап, дайын түрде жазып жазуларын сатқан болатынмын. Сіздер де осы программаны қолданып, балаларға, оқушыларға ұсынсаңыз өте керемет болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде кіріп жасап көріңіздер, үйреніңіздер. Бұл программамен өте көп жұмыс жасай аласыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңыздың назарларыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға сәттілік.